Пияз антибиотиктер мен микробқа қарсы дәрі-дәрмектер пайда болғанға дейін емдік қасиеттерімен кеңінен танымал болған. Ғалымдар мен халық емшілері пиязды вирустар мен шығу тегі түрліше инфекциялармен күресудің алғашқы құралы ретінде құрметтейді. Пияз тек аспаздықта ғана емес, денсаулыққа пайдалы қасиеттерімен танымал көкөніс. Оның құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдардың мол жиынтығы бар. Атап айтатын болсақ, пиязда көптеген органикалық және амин қышқылдары, фитонцидтер, эфир майлары, В1, В2, В6, ПП, Е, С дәрумендері, сондай-ақ бор, марганец, фосфор, кальций, темір, күкірт сияқты микро және макро элементтер бар. Фитонцидтері суық тиюден қорғайды. Фитонцид ұшқыш зат, ол ауадағы ауру тудыратын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі де өте пайдалы. Мәселен, спиртке қосып жасалған пияз сөлі аллачеп деген дәрі. Ол асқазан ішек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем болады. Пияздың қан құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Кейбір адамдар мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып, бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды жылы суға қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріңдеген жараға, үсіген жерге басуға да болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын да қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үкіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үккіштен өткізілген пиязға зәйтүн майы, жұмыртқаның сарыуызы, 1 шай қасық бал қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен ұштануын тоқтатып, тез өсетін болады. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрлері белгілі. Пиязды тағы да ерекше жағдайларға қолданылуға болады. Мысалы, ара шағып алғанда, шырыны ісікті басады. Құлақ қабынуы кезінде компресс ретінде қолдануға болады. Шаш күтімінде пияз шырыны қайызғақ пен шаш түсуіне қарсы тиімді. Аспаздықта пияздың әр түрін қолдану ағзаға әртүрлі қоректік заттарды береді. Қарсы көрсетілімдер: пиязды шамадан тыс жеу кей адамдарға зиян тигізуі мүмкін. Панкреатит, асқазан жарасы, ішек аурулары барларға, жүйке жүйесінің қозғыштығы жоғары адамдарға, бауыр, бүйрек және жүрек аурулары барларға пиязды мөлшермен тұтыну ұсынылады. Пияз тағамға дәм беріп қана қоймай, денсаулықты жақсартатын көкөніс. Алайда оны мөлшерден тыс тұтынбау керек. Себебі шамадан тыс қолдану белгілі бір ауруларды ушықтыруы мүмкін. Пиязды дұрыс пайдалану арқылы оның барлық пайдалы қасиеттерін өз игілігіңізге жаратыңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.